Барлығына сәлем, бүгініміздің тақырыбымыз ол жүректің өткізгіш жүйесі. Ендеше, біз оны қарастырар алдында біз адамның, яғни жүрек миокардының гистологиясын есімізге түсіруіміз керекпіз. Бірақ қазіргі біздің сабағымызда қажетті екі жосшы бар. Ол пейсмейкер жосшасы және жұмысшы кардиомиоцит. Пейсмейкер жосшасы ол өздігінен жеке импульстарды түзе алатын қасиетке ие. Ал жұмысшы кардиомиоцит болса, пейсмейкерге қарағанда актин және миозин комплекстер көбірек, сол үшін ол жиырыла алады. Сәйкесінше осылай біз бөліп шықтық. Міне біздің жүрегіміз. Жасыл фломастермен, яғни маркермен жүректің өткізгіш жүйесі берілген. Енді әрқайсының элементтерін атап шығайық. Ол синоатривиалды түйін, атривентрикулярлы, сосын қарыншаралық пердеде орналасқан гиш жоғыры, гиш жорынан шығатын оң және сол жақ аяқшасы, сосын аяқшаларынан жүрек қабырғасына тарайтын пуркейн талшықтарынан тұрады. Осының барлығы сәйкесінше жүректің өткізгіш жүйесін құрайды. Мен басында айтып кеттім. Пуркейне жосшалары, пейсмейкер жосшалары өздігінен жеке импульстар түзе алады. Көріп тұрғаныңыздай, бүкіл өткізгіш жүйесін құрайтын сол пейсмейкер жосшалары. Бірақ не үшін жүректің әр бөлігі бір-біріне тәуелсіз жиырылмайды. Осы жерде бір ұғым бар физиологияда. Ол автоматия градиенті деп аталады. Автоматия, яғни өздігінен, и градиенті деген аз жерден көп жерге өтуі. Градиент деген түсінікті сәйкесінше. Концентрация градиентіне де ұқсайды. Көп жер аз жерге ұмтылады дегендей сияқты. Осы жерде тура сондай болып тұр. Жалпы адам ағзасында 4 ырғақ жүргізуші бар. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Осы жерде көріп тұрғаныңыздай синоатривиалды түйін ол бірінші болып табылады. Жүрек ритмінің, яғни жүрек ырғағының жүргізуші бірінші. Сосын атривентрикулялы екінші, гиш жоғыры үшінші, и пуркейн талшықтар төртінші болып табылады. Енді синоатривиалды түйінде түзілетін жеке импульстардың саны көбірек болып тұр басқа құрылымдарға қарағанда. Сол үшін басқалары соған не істейді? Бағынады. Сол үшін ол жерде бөлініп тұрған жеке импульстары таралып, солармен ары қарай жүректің бүкіл бөлігіне бар таралып, солардың арқасында жүректі жүйкеленіп солай қамтып отырады. Енді әр элементтеріне жеке-жеке тоқталатын болсақ. Синоатривиалды түйін жаңа айтқан пейсмейкер жосшаларынан тұрады. Ең бірінші, яғни бірінші жүрек ырғағының жүргізушісі болып табылады. Ол жоғары қуыс венаның жанында орналасады. Импульс бөлетін саны көбірек болып тұр басқаларына қарағанда. Ендеше, ол оң жақ жүрекшенің жиырылуын қамтамасыздандырады. Одан бөлек, осыдан сол жақ жүрекшені жүйкелендіретін Бахман тармағы шығады. Осының арқасында синоатривиалды түйін және Бахман тармағы жоғарғы, яғни жүрекшелердің жиырылуына не істейді? Септігін тигіздіреді. Соның арқасында жиырылады. Кейін синоатривиалды түйін атривентрикулярлы түйінге жеке импульстардың тарайды, жеке талшықтар арқасында. Бахман талшықтары да сәйкесінше атривентрикулярлы түйінге өзінің импульстарын жібереді. Бірақ та атривентрикулярлы түйінде 0,1 секундтық кідіріс болады. Жалпы бұл кідіріс не үшін бізге қажет? Өйткені оның болмаса жүрекшелермен бірге қарыншалар бір мезгілде жиырылушы еді. Ал болмайды, өйткені гемодинамиканы бұзушы жүректің. Сол үшін бірінші жүрекше жиырылады, сосын ғана қарынша жиырылады. Соның арқасында жүрекшедегі қан толық қарыншаға түседі. Толықтай жиырылып бөлінеді қарыншаға. Сосын ғана қарыншаға бөлініп, он кейін қолқаға немесе өкпедігіне жібереді қанды. Егерде 0,1 секунд болмаса, онда қан тұрып қалушы еді. Неқті іркіліп тұрушы еді. Енді 0,1 секундтық кідіріс неден туындайды деген сұрақ болуы мүмкін. Оқта екі себеп бар. Біріншіден ол синоатривиалды және Бахманнан келе жатқан түйіндер, яғни талшықтардың диаметрі кіші. Біз алдыңғы сабақта талқылағандай, егер жеке талшықтың диаметрі кіші болса, оның өткізу қабілеттілігі аз екендігін біз білеміз.
сәйкесінше ол бірінші себебі. Екінші, бүгін біздің сабақта қарастыратын интеркалярлы байланыстардың аз болуының әсерінен. Соның әсерінен өткізетін импульстың саны шектеулі. Соның әсерінен бізде не болады? 0,1 секундтық кідіріс орын алады. Соның арқасында жүрек қалыпты жиырыла алады. Енді келесі ол бізде гист шоғыры. Гист шоғыры өз кезегінде екі аяқшаға бөлінеді. Ол оң және сол аяқшаға. Кейін ол тармақталып, пуркин талшықтарына тармақталады. Ол өз кезегінде жүректің қабырғасын не істейді? Жүйкелендіреді. Солайша жүрек жиырылады. Енді келесі пейсмейкер жосшылармен және жұмысшы кардиомиоциттердің арасындағы әрекеттесуге тоқталып кетейік. Сол жағыңызда ол пейсмейкер жосшасы, оң жағыңызда бұл жұмысшы кардиомиоцит, жиырылғыш кардиомиоцит. Енді әр жосшаның өзінің мембраналық потенциалы бар. Пейсмейкер жосшының әрекет потенциалы 60 милливольтқа тең болып тұрады, мембраналық потенциалы. Ал жұмысшы кардиомиоциттер ол 90 милливольтқа тең болады. Енді осы жұмысшы кардиомиоцитте актин мен миозин процестері жұмыс жасау үшін, жалпы бұлшық жиырылу үшін алдымен пейсмейкер жосшыларында қозу туындау керек. Ол үшін бізге қажетті не? Натрий каналдары, баяу натрий каналдары. Натрий концентрация градиентіне бағынып, жосшаның аралық сұйықтықтан жосшаның ішіне еніп тұрады. Осының ену арқасында 60 милливольт шамасындағы мембраналық потенциал, 60 милливольт шамасындағы мембраналық потенциал милливольт шамасындағы минус одан бөлек, минус 60 милливольт. Ол 55 милливольт шамаға ауысады, минус 55 милливольт. Өйткені әлсіз болса да, баяу жылдамдықпен натрий кіріп тұр. Потенциалды өзгертіп отыр. Өсіп отыр потенциалы. Потенциал өсуінің әсерінен Т-типті кальций каналдары ашылып, жосшаның ішіне ене бастайды. Олар өз кезеңінде пейсмейкер жосшаның потенциалын өсіртеді, өсіп отыр. Ол қозу табалдырығына, ол 40 милливольтқа тең, жақындатқыздырып отыр. Кейін уақытта натрий, кальций кіре береді, Т-типті каналдар арқасында кіре береді. Көру барысында олар өзінің мәресіне жетеді. Яғни өз мақсатына, табалдырық мәніне тиді. Табалдырық мәніне жеткеннен кейін бізде арнайы L-типті кальций каналдары ашылады. Сәйкесінше кальций жосшаның ішіне енеді. Енуінің әсерінен көріп тұрғаныңыздай шапшаң деполяризация орын алады. Шапшаң түрде. Көп кальций каналдары, натрий да барды, Т-типті де, Л-тип кальций каналдары көп катион жосшаның ішіне кіреді, шапшаң деполяризация процесін орын алды. Енді кейін не болу керек? Көріп тұрғаныңыздай нақтағы катиондардың саны көп болып тұр. Сосын осы жердегі жанында орналасқан біз бір құрылымды көріп тұрмыз. Біз бұны интеркалярлы диск деп атаймыз. Ол дисмосомадан және саңылаулар арқылы, яғни контакты саңылаулар деп атайды оны. Осы контакт саңылаулар арқасында катиондар пейсмейкер жосшасының жұмысшы кардиомиоцитке өтеді. Көп катиондар орналасады осы жосшаның ішінде. Ол натрий болсын, калий болсын, осы каналдар арқасында жұмысшы кардиомиоцитке өтеді. Жұмысшы кардиомиоцитке өтуінің әсерінен көріп тұрғаныңыздай 90 милливольт болған шама тыныс потенциалы, мембрана потенциалы біртіндеп өсе бастайды оның потенциалы. Өз кезегінде бұл жердегі саңылаудан өтетін катиондардың саны соншалықты көп. Олар 70 милливольт шамасындағы қозу табалдырығына жетеді. Қозу табалдырығына жету барысында натрий каналдары ашылады. Натрий толқын тәрізді жосшаға енеді. Жосшаға ену әсерінен жылдам деполяризация. Осы жерде сияқты көріп тұрғаныңыздай, көріп тұрсыз ғой, тіке жоғары көтеріліп тұр. Сәйкесінше ол 10 милливольтқа шамасына жетеді.
Бірақ та 10 милливольт шамасына жеткенімен ары қарай осы жасушаны қоздыртуға болмайды. Өйткені ол оның өліміне алып келеді. Сол үшін натрий каналдары не істейді? Жабылады. И олардың орнына баяу жылдамдықтағы кальций каналдары ашылады. И осымен бөлек калий каналдары ашылады. Олар концентрация градиентіне бағына отырып, жасушаның ішінен сыртына бөліне бастайды. Бұл 10 милливольт шамасындағы потенциалдың өскенімен, калий шыққанымен, ол түседі потенциал 0 милливольт шамасына. Енді 0 милливольт шамасына түскеннен кейін арнайы осы потенциалға сезімтал L типті кальций каналдар активтенеді. Соның әсерінен не болады? Кальций көбірек жылдамдықпен және көбірек мөлшерде жасушаның ішіне енеді. Осы мезетте не болады? Кіретін катионмен және шығатын катиондардың арасында теңдік орын алады. 2-3 миллисекунд шамасында. Сол үшін осы жерде плато деген нәрсе көріп тұрсыздар. Жазықтық 10 милливольт шамасында жазықтық көріп тұрсыздар. Бұны плато деп атайды. Енді міне бізде кальций кіріп отыр, калий шығып отыр. Міне 200 миллисекунд өтті дейікші. Міне бізде әрекет потенциал орын алайын деп жатыр. Вообще уже әрекет потенциал орын алды. Плато орын алып тұр. Платоның ішінде не болу керек? Бұлшет жиырылу керек. Енді осы жерде бір сұрақ болуы мүмкін. Енді бұлшет қалай жиырылады? Бізде сабақ бар, жүрек дегенде бұлшеттің физиологиясы туралы. Соған өтіп, соны қайтап кетсеңіздер болады. Енді бізге кальций керек, дұрыс па? Осы жерде кальций бізге жеткіліксіз. Біз кальцийді қашан ала аламыз? Біз алдың сабақта өткен саркоплазмалық тор бар. Саркоплазмалық тор. Бізде сарколемма, саркоплазмалық тор. Анау бізде Т-канал. Т-канал көріп тұрғаныңыздай. Біз айттық, осы жасушаның ішінде қозу процесі орын алып тұр. Мембрананың сыртқы бетіндегі потенциал оңға ауысады. Оңға ауысады, яғни теріске ауысады. Яғни керісінше айтқым келді. Мына жерде бізде оң, яғни теріске, бізде сәйкесінше оңға ауысып отыр. Оңға ауысып тұр, көріп тұрғанымыздай. Потенциал ауысып отыр. Потенциал ауысқанның әсерінен Т жүйесі саркоплазмалық торды активтендіреді. Олардың ішінде арнайы кальций каналдары, кальцицистерналар бар. Кальцицистерналар активтенуінің әсерінен, оның активтену арнайы рианодинді рецепторлар арқылы жүзеге асырылады. Наяқтағы кальций, уже ішінде бар ғой кальций, кальмадулин деген затпен байланысып, рианодинді рецепторларды қоздырады. Ал бұл өз кезегінде кальцицистерналардың бөлінісін алып келеді. Нәтижесінде не? Жасушаның ішінде кальцийдің мөлшері, концентрациясы өседі. Өз кезегінде біз білетін тропониндің конформациясын өзгертеді. Осы жерден бір-бірін актинмен миозинмен және актинді бір-бірін байланыстыратын жол бермейтін тропомиозин бар. Солмен конформациясын өзгерткен тропонин сонымен әрекеттесіп оны алып тастайды. Нәтижесінде миозин және актин байланысып жиырылу орын алады. Қайталап шықсаңыздар болады. Бізде видео бар. Осы сабаққа байланысты. Міне жиырылу орын алды. Әрекет потенциалы орын алды. Плато орын алды. Енді жасушаға не қалды жасайтын? Жасуша өзінің тіршілігін дұрыс жасау үшін ол жұмыс істеу керек және уақытылы демалу керек. Енді бүкіл біздің комплекстардың барлығы демалу керек. Яғни басылқы қалпына келуіміз қажет. Енді ол үшін не жүзеге асырылады? Осы жерде кальций каналдарының барлығы алдымен жабылады. Осының жабылуының әсерінен калий каналдардың жұмысы артады. Концентрация градиентіне бағытталып, олар сыртқа шыға бастайды. Сыртқа шығуының әсерінен бізде жылдам реполяризация орын алады. Дұрыс па? Дұрыс.
натрий каналдықта ашық тұра береді, бірақ та оларда жабылып қалады бір мезетте. Енді оларда жабылу керек па және осы процесс барысында, реполяризация барысында натрий каналдарда жабылып тұрады, калий каналдар жұмыс істегенде. Енді осы жерде не болады? Бізде жұмысшы кардиомиоцитінің ішінде кальцийдің концентрациясы көп. Енді біз оны шығартуымыз керекпіз. Кальцийдің бір бөлігі саркоплазмалық торға жиналады, қайттан жиналады. Ал қалған бөлігі болса, жошының аралық сұйықтықта бөлінеді. Ол сәйкесінше екі транспорт арқасында жүзеге асырылады. Активті транспорт. Ол не? Біріншілік белсенді транспорт, белсенді тасымалдау. Кальций АТФ қолдана отырып, АТФ бөлінеді, АТФ қолданады. Соның әсерінен саркоплазма торының ішіне протонның орнына кальций жүктеледі. Не істейді? Қайттан ішіне енеді. Ол бізде бірінші способ, бірінші әсер, бірінші зат. Ал екінші способ. Бұл кезде натрийдің орнына калий ішіне еніп тұрады. Бағыттан сұрақ туындауы мүмкін. Қалайша кальций осы жерге еніп тұр? Мына жерде концентрация көбірек емес па жош шығарғанда? Біз бірінші біздің қарастырған сабағын есімізге түсіру керекпіз. Натрий ешқашан мынаның ішінде жалғыз болмайды. Ол белгілі бір анионмен бірге болады. Осы натрий көп мөлшерде сыртқа шыққанның әсерінен мынақты аниондар жиналады, аниондар кальцийді тартады. Сол үшін ол ішке кіреді. Осындай механизм тура солай осы мембрананың ішінде де орын алады. Біріншілік актив транспорт, екіншілік актив транспорт. Осының арқасында бүкіл не болады? Кальций өз концентрациясына, яғни бастапқы концентрациясына келеді. Жасша не істейді? Демалады. Енді біз оны осы графиктармен сәйкестендіріп көрейік кардиомиоцитің. Біз айтқан басында натрий кірді, кальций кірді, міне бізде табалдырық мәніне кірді. Мынаның осы жасушаралық саңылау арқасында катиондар кірді, әрекет потенциалы өсті, то есть потенциал өсіп отыр. Кардиомиоцитің ішінде жұмысшы табалдырық мәніне түсті, кальций каналдары ашылды, натрий каналдары ашылды, бір мезетте деполяризация орын алды, жылдам деполяризация. Сөйтті де 10 милливольт шамасына жетті, натрий каналдары жабылады, кальций каналдар ашық тұр. Бірақ олмен бірге калий каналы да ашылды. Потенциал 0 милливольтқа түсті, L типті кальций каналдар ашылды, и сәйкесінше шығатын катионмен, шығатын катионмен және кіретін катиондардың арасында теңдік орын алды, плато орын алды. Кейін 200 миллисекунд шамасында ұзақ болған, шамасында уақытында өткен плато кезеңі. Кейін не болады? Кальций каналдары жабылады. Кальций каналдары жабылуының әсерінен не болады? Калий шыға береді. Соның әсерінен баяу реполяризация кезеңі орын алады. Міне осыны біз жүректің өткізгіш жүйесі деп атаймыз. Жалпы қалай жасуша бір-бірімен әрекеттесетін біз осылай қарастырып болдық. Яқта бұл пейсмейкер жасушасы. Біз айтқандай натрий кірді, кіріп тұр, 50-ге түсті, С типті кальций каналдары ашылды, ашылғанымен табалдырық мәніне жетті 40 милливольт шамасында. Табалдырық жеткеннен кейін L типті кальций каналы ашылды, жылдам деполяризация орын алды. Кейін ол 40 милливольтқа жеткеннен кейін бүкіл каналдар жабылып, калий каналдары ашылды, и сәйкесінше жылдам реполяризация кезеңі орын алды. Және конспекттің ішінде осы кезеңдердің ішінде қайсында абсолюттік, салыстырмалы және супернормальды кезең болатыны сипатталып тұр. Назарларыңызға рахмет.